Ассалаумағалейкум достар, Ерспорт YouTube арнасына қош келдіңіздер. Әрі қарай жалғастырайық. Чемпиондар лигасының жалпы кезеңі аяқталды. 24 команда әрі қарай бұл турнирді жалғастырады. Қалған командалар жарыспен қош айтысты. Оның ішінде Қайрат командасы бар. Қайратқа ырзамыз, биылғы маусымда ойнады. Әрине жеңіске жете алмадық, сол өкінішті, бірақ сырт алаңдағы барлық матчта гол соқтық. Интер және Арсенал қақпаларына гол соқтық. Сондай командаларға қарсы ойнап тәжірибе жинадық. Енді алдағы уақытта Қайрат командасына сәттілік тілейміз. Ал соңғы турда көп нәрсе өзгерді. Маған бәрі жаңағыдай флеш көрсетемей қалды ма, Реал нешінші орында, 8-дікте Реал бар ма деп жазады да. Флеш көрсетіп тұр, Реал жоқ 8-дікте. Қызық жағдай, өтте өкінішті жағдай және Реалға ұят жағдай. Реал үздік 8 команданың қатарына кіре алмады. Масқара жағдай. Енді оның себебі бар. Не себеп? Өйткені өткелде ат ауыстырмайды деген мақал бар ғой қазақта. Сол сияқты бұл команда бапкер ауыстырып, бір бапкер ауыстырғаннан кейін шірісе, ол до конца шірейді. Arbeloa осыған дейін 3 матчта жеңіп, бірақ тура мына Бенфикаға қарсы тісі батпай қалды. Неге? Өйткені оның бапкері Жозе Мауриньо. Arbeloaның ұстазы ғой. Ұстаздың ұстазы, бапкердің бапкері бапкер болып тұр деген сөз ғой қысқасы. Сөйтіп Бенфиканың жеңісі оларды плей-оффқа мүмкіндігін сақтап қалды. Мен осы ойынды жүргіздім. Және Қазспорт арнасында мен 18 матчты жүргіздім десем болады. Сөйтіп, ол ойындар өте қызық болды. Жалпы енді қызық матчтар көп. Осы жеребе бар. Кімге түсті, соны талқылаймыз. Енді кеттік. Ерспорт YouTube арнасы бастаймыз. Бұл Ерспорт ерсін еріппе. Бұл Ерспорт сіздермен бірге. Ерспорт YouTube арнасындағы барлық шығарылым Фон Тим достарымыздың көмегімен жүзеге асырылады. Ендеше Фон Тимнің әлеуметтік желідегі барлық парақшаларына тіркеліп алыңыздар. 30 мыңға жетіп қаппыз, жігіттер. Үлкен рахмет. Қолдарыңыз, саусақтар жақсы жұмыс істеп жатыр. Осылай жалғастыра берейік. Енді соңғы турға байланысты Қазспорт арнасында жүргіздім. Және көбінесе бұл ұнамаған. Көбінесе байқасам Реалдың фанаттарына ұнамаған. Соған айтайын, Реалдың жанкүйері, құрметті Реалдың жанкүйері, сізге ол ұнамаса, онда басқа сіздің қолыңызда телефон бар да, мысалы ноутбук бар, басқа жерден өзіңіздің берілген командаңыздың ойынын сіз амалдап басқа платформадан көруге болатын еді, егер толық матчты көргіңіз келсе. Және ол сіз көріңіз, көрмеңіз, бәрібір Реал үздік 8-діктің қатарына кірмейтін еді. Сіздің қолдауыңыз жетпей қалды деген ол жай әңгіме, ол бос сөз. Ал бұл 18 матчтың көрсетілуі, бұл әлемдік практикада бар нәрсе. Көрерменге голдар қызық, көрерменге әдемі ойын қызық. Сондықтан да бұл жерде Реал мен Бенфиканың ойынын сіз көріп отырасыз да, басқа 17 матчта голдар соғылады. Сіз келесі күні 17 матчтың обзорын мен білмеймін, ол қанша уақыт керек екенін көре ме, көрмей ме. Мәселе ол біреудің көрмеу емес, мәселе 18 қайнап жатқан турдағы қызықты моменттерді көрермен назарына ұсыну. Сіздің қолыңызда телефон бар, интернет бар, обзорды созақ көріп аламыз дейсіз, бірақ ауылды жерлерде үлкен кісілер де бар, ауылды емес қалада да бар, олар обзорға уақыт жоқ, көргісі келмейді. Кейбір ауылдарда интернет жоқ, тек телевизор ғана көреді. Мен мысалы өзім ауылда баяғыда бізде интернет болмаған, баяғыда бір шкала терезеге іліп қоясың сотканы, сол жерге звондайды, сол жерге агентке кіресің, ол жерде де кейде сет ұстамай қалады. Обзор деген миыңа кірмейді, тек бір матч көресің, болды, қалғанын әйтеуір біліп аласың. Интернет болмаған. Бұл 2010, 2011, 2009 жылдар. Біздің ауылда интернет болмады. Қазір де интернет жоқ, ауылдар бар, тек телевизор көреді. Сондықтан да бұл ол жағынан да дұрыс, және әлемдік практика болғаннан кейін бұны да көру керек. Жаңашылдыққа біз солай теріс қарайтынымызды түсінбеймін мен. Бұл жаңа тәжірибе, бірінші рет Қазақстанда, сондықтан да бұны қабылдау керек. Және өзіңіздің командаңызды үзбей көргіңіз келсе, пожалуйста, басқа каналдар да көрсетті, немесе басқа сайттар көрсетті, содан іздеп көрсеңіз болады. Көбінесе жастар соны жазып атқан негізі мен байқадым. Сондықтан да жігіттер кішкене позитивпен қарайық, кішкене басқаша ойланайық. Бір тырнақ астынан кіріздеп, Реал өтпей қалды, немесе басқа өтпей қалды деп өйтіп жаза берудің қажет жоқ, менің ойымша, менің пікірім осы. Енді басқа матчтарға келейік. Жалпы енді басқа матч десең, сол Реалға келіп тіреліп тұрсың ғой. Реал өтпей қалды Бенфикадан. Лайықты Реал үздік 8-дікке кіруге лайықты болмады.
бірақ соңғы турдағы енді қателіктер, соңғы турдағы сәтсіздіктер Реалды 9-шы орынға келіп қойды. Енді өздері кінәлі. Бенфиканы жеңуге болатын еді. Гол соқты, ойын жақсы, бапкер ауысты, бірақ не болған түсініксіз. Жозе Мауриньоның факторы да әсер етті, Бенфиканың соңғы минуттардағы ұмтылысы әсер етті, Асенсионың сәл бас теппей қалған әсер етті, жоқ жерден қызыл қағаз, Родригоның қызыл қағаз алған әсер етті, Мбаппе мен Винисиус шабуыл жақ орталық алаңда тұр, мысалы қорғанысқа бармайды, өйткені оларға да гол керек болып тұр. 3-2 ұтылдың не 4-2 ұтылдың не, Реалға дым погода өзгертіп тұрған жоқ. Бұл Бенфикаға керек болған гол. Сол үшін Реал өте алмай қалды. Енді 8-дікке кіре алмады деп айтамыз, бірақ болмайтын жерден ұпай жоғалтқан матчтарын да ескеруіміз керек. Бұл Манчестер Сити және Ливерпуль сияқты командаларды жеңе алмасаң, сен үздік 8-дікке кіре алмайсың. Соның айқын дәлелі осы. 2 алпауытты жеңе алмадың, сен кіре алмадың. Значит, сен бұл маусымда үздік 8-дікке лайықты емессің. Оны мыжғылай берудің қажеті жоқ. Үздік 8-дікке кірген Арсенал 100% лайықты бүкіл ойында жеңіп шықты. Соңғы турда қайратты дотты 3-тегі. Бавария 100% лайықты. Ливерпуль соңғы турда 6-0 жайпап салды Қарабақты. Пожалуйста, Чемпиондар лигасының бірден плей-офф кезеңіне шықты. Тоттенхэм лайықты ойнады. Тоттенхэмнің енді жеребеде кішкене жолы болды деп айтсам болады. Мысалы, соңғы ойындарын алып қарасаң, Славия, Боруссия және Айнтрахт командаларын жеңген. Оның алдында Копенгагенді жеңген, тура ПСЖ, мықты ПСЖдан ұтылып қалған. Сөйтіп, мүмкін болған қарсыласы 5-еу болды, жеңу керек. Сол 5-еуін жеңді да, 2 ойын тең ойнап, бір ғана матч ұтылған, сол ПСЖдан. Тоттенхэм 17-ші ұпай алып шығып кетті. Молодец. Барселонаның ойыны қызық болды. Барселона өте алмай қалуы мүмкін еді. Бірінші тайм Копенгагеннен қадалды 0-1, екінші таймда патыр-пұтыр голдар 4-1 жеңді да, міне 5-ші орынға көтерілді. Мен бұл жерде Барселонаның ойынына бір ырза болдым. Ешқандай асып сасу жоқ, күйіп жанып пісу жоқ, бір-бірін боқтау жоқ. Жай ғана алаңға шықты да өздерінің көрсетіп тастады. Класс ақыры рөл ойнайтындығын көрсетті. Барселонаға бұл ойында енді мен Дитер Фликке ырза болдым, сөз жоқ. Голы да, ойыны да әдемі. Челси соңғы турда атты бұл командада, ұтылып жатып Наполиді жеңіп кетті. Анау мынау қарсылас емес. Сондықтан анау жаңағы Лиам дейтін жаңадан келген бапкер негізі тегін бапкер емес сияқты. Молодец. Келесі аптада нәтиже көрсету оңай емес. Спортинг командасы да мінез көрсетті. Атлетик соңғы минуттарда жеңіп кетті де шықты. Негізі мен Спортинг үздік 8-ге кіреді деп сөздің ашық ойлаған жоқпын. Мен Реал тұрғанда, Интер, ПСЖ тұрған кезде, Ювентус тұрған кезде сен қалай Спортинг өтеді деп ойлайсың? Тоттенхэмді қимайсың ғой үздік 8-дікке, мысалы сізге выбор берсе. Осындай бір қызықты жағдай. Бұл жаңа форматтың сиқыры. Соңғы 8-ші орын Манчестер Ситидің еншісінде, олар 2-0 Галатасарайды ұтты. Енді Гвардиоланың командасы 8-ші орынмен өтіп кетті. Одан кейін Реал, Интер, ПСЖ, Ньюкасл, Ювентус, Атлетико, Атланта, Байер деп әрі қарай кетті. Енді бұл жерде маған Будеглимттің ойыны ұнады. Олар сен кімсің, Атлетикосың ба, басқасың ба қарамайды, 2 шапалағын беріп кете береді екен Норвегияға. Маған сол ұнады. Шаршамай ма, сондай бірдеңе мықты ұнады. Соңғы ойынмен Бенфика шықты, өйткені олар 4-2 Реалды жеңді. Неге Марсель емес, неге Бенфика деген сұрақ қойылып жатыр маған? Өйткені гол айырмашылығына қарайды. Неге гол керек болды? Өйткені 9-да 12 болып тұрды, мысалы Бенфикада 9 гол соғып 12 гол өткізген, значит минус 3 болып тұрды. Ал Марсельде де минус 3 болып тұрған сол кезде. Бірақ бұл жерде минус 3 сөйтті де оларға 4-ші гол соқты. Бенфиканыкі минус 2 гол разница болды да, сөйтіп Бенфика 24-ші орынды алды. Қайрат командасы бүкіл ойында жеңілдік, бірақ біз сырт алаңда жақсы ойнайтынымызды тағы да дәлелдедік. Интерге қарсы қорықпай ойнап гол соқтық. Алғашқы гол соқтық негізі Интерге біз. Оған дейін командалар гол соға алмаған. Арсеналдың қақпасына 2 гол соқтық. Міне, Дастан Сәтбаев ойнаған жоқ, команданың лидері ойнаған жоқ, бірақ біз Эмирейтсте гол соқтық. Сондықтан да бұл жерде мен өз алаңымызда сәл, енді бір жана Қайрат өз алаңы бір Қазақстан дейсің, бұл Астана Арена. Астана Аренада жалпы команда тұрақты түрде ойнамайды, ол жерде табиғи алаң емес. Бұл сол да түрлі жағдайлар әсер етеді негізі. Ол шаршау бар, маусымның ерте аяқталуы, басқасын тағы ішкі атмосфера, бірақ сырт алаңда жұдырық болып жұмылып, жап-жақсы ойын көрсеткенімізге ырза болдым. Сондықтан да Қайратқа алғысым шексіз. Енді ары қарай жеребеге келейік. Жеребе көп адамға түсініксіз. Мен осыны түсіндірейін. 1-ші орын мен 8-ші орын алған командаларға тиіспеңіз, оларды қоқпайыңыз, анау жаққа тиіспеңіз. Олар ойнамайды әзір, олар демалады. Олар
демалады. Олар мына жақта 9-шы орын мен 24-ші орын алған командалар ойнайды ғой. Солардың ойынын көріп, потолокқа түкіріп жатады. Күліп, қойып соларға жүгіріңдер деп жатады. Өйткені соған лайықты. Және бұл жерде де ереже бар. Мысалы, қарапайым тілмен түсіндіре кетейін. 9-шы орын алған Реал Мадрид, соңғы болып іліккен 23-24-ші орын алған екі команда бар ғой. Бодиглимт пен Бенфика. Соның екеуінің біреумен ғана ойнайды. Как попало, бычыт қып бүйтіп Реал Интер деп түсіре салмайды. Сөйтіп, мына жақта Интер де солай. Реал Мадрид пен Интер, Бодиглимт пен Бенфика, осы 4 команда арасында ғана жеребе өтеді. Одан кейін әрі қарай ПСЖ мен Ньюкасл, мына жақта Қарабақ пен Монако. Сөйтіп ортаға жинала береді. Енді соның нәтижесі былай болды. Монако ПСЖ-мен ойнайды. ПСЖ бетон жеңеді. Бұл жерде енді Ньюкасл Қарабақты жүріп өтеді. Галатасарай Ювентус жеңеді. Ертеге сенбеймін, ұйықтамайым. Брюгге Атлетико ұтады. Бенфика Реал. Вот проблема. Бұны сәл артынан айтамын қазір. Бодиглимт Интер жеңеді. Боруссия Дортмунд Аталанта Боруссия жеңеді. Мына жақта Олимпиакос Байер жеңеді. Өйткені Олимпиакос пен Байер ойнаған осының топтық кезеңі, жалпы кезеңді ойнап, Олимпиакос 2-0 жеңген. Енді Байер сол есені қайтарады. Ақыры топ 5-тің командасы ол 2 рет ұтылып қарап отпайды негізі. Сондай мәселе мына жақта Бенфика мен Реалға қарсы. Бенфика Реал, негізі Реал өздеріне сенімді болды, 8-ші орын аламыз, 8-дікте боламыз дегенге ше. Бірақ көрдіңіздер қалай болған. Бенфиканың бапкері топ, ойыншылары да мықты, командалық ойын бар. Бірақ енді бұл жерде бірінші ойын Бенфикада өтеді Португалияда. Бұл жерде Реал мен ұтылады деп есептемеймін, ойламаймын да. Және қарымта матч Мадридте бұлар кәдімгі мұнда келді дейді ғой. Мұнда келді, шашын алады. Дәл солай. Эурснестің шашы жоқ, енді оныкіне теспейді, қалғандарының шашын алады. Бенфикада Эурснест деген игрок бар. Жаңағыдай шыбын тайып кете беретін. Сондай жағдай. Сондықтан да бұл жерде Реалдың осы жерден тоқтатады дегенге мен сенбеймін. Реал Бенфиканы 2 сілкіп орнына қойып қояды. Бұған сенім түрде айта аламын. Тренер Арбело бола ма, немесе ана жердегі Асенсионың өзі тренер болып кете ма, білмеймін. Бенфиканы мына жерде жеңу керек есептеймін. Сіздер қарсы боласыздар, көп адам қарсы болады, комментарийге жазыңыздар. Енді бұларды жарайды, мен айтқандар жеңсін. Әрі қарай не болады деген сұраққа келейік. Әрі қарай не болады? Барса Реал қашан ойнайды деген сұрақтар туындайды ғой. Барселона мен Реал Мадрид командалары кездеседі тек қана жартылай финалда. Немесе финалда. Басқа жерде олар ойнамайды. Тағы да қайталап айтайын. Реал Мадрид Барселона мен тек жартылай финалда ойнауы мүмкін, немесе финалда ойнауы мүмкін. Болды. Әрі қарай тағы кімді айтайын. Бұл жерде былай, мысалы, былай түсіндірейін. Монако мен ПСЖ ойнайды ғой. Соның жеңімпазы Барселона немесе Челси ғана түседі. Басқа ешкімге түспейді. Галатасарай мен Ювентустың жеңімпазы тек Ливерпуль мен Тоттенхэмнің екеуінің біреуіне ғана түседі. Бенфика мен Реал Мадрид кім жеңеді? Сол не Спортинг, не Манчестер Ситиға түседі. Әрі қарай Дортмунд пен Аталанта ойынның жеңімпазы Арсеналға немесе Баварияға түседі. Енді кубоктың мына бетіне ауысайық. Қарабақ Ньюкаслдың жеңімпазы Челси, Барселона екеуінің біреуіне түседі. Мысалы, мына жақта ПСЖ Монаконы жеңді деңіз, сөйтіп ПСЖ мен Барселона түссе, мына жақта Ньюкасл Қарабақты жеңсе, Ньюкаслға Челси түседі. Сөйтіп АПЛ-дың 28-ші туры болады. Брюгге мен Атлетико Мадрид ойнайды, оның жеңімпазын Тоттенхэм мен Ливерпуль екеуінің біреуі күтеді. Оны жеребе анықтайды. Бодиглимт пен Интер, осы екеуінің жеңімпазы, енді Интер ғой железно. Интерді не Сити күтеді, не Спортинг күтеді. Сол сияқты Олимпиакос пен Байердің арасындағы жеңімпазды Бавария немесе Арсенал күтеді. Мына суретті сіздерге осылай көрсетем, сонда сіздерге жақсы түсінікті болады. Барлығы алдын ала есептеліп қойған. Енді бұл жерде тағы да қайталап айтайық, жаңа Барселона мен Реалды айттық. Тағы қандай жұп қызық сіздерге? Арсенал командасы ұтылуы мүмкін қарсыластар. Мысалы Арсенал мына жақта сеткінің мына жағында болса, олар Ювентуспен жеңуі мүмкін, егер Ювентус Галатасарай ұтса. Сөйтіп мына жақта олар Барселона, ПСЖ, Челсидің біреуіне қадалады-ау. Арсеналдың финалға шығуы қиын екен жігіттер. Сеткісі қиындау.
жеребе шешіп кетеді. Бавариянікі да сондай. Жалпы мына биылғы чемпиондар лигасында өте бір интригаға толы жеребе болып тұр негізі. Сондықтан да осыны көреміз, қызықтаймыз. Финал 30 мамыр күні, майдың 30-ы Будапешттегі Пушкаш аренада өтеді. Енді мына сеткаға қарап отырып, мен жеребе шешеді ғой енді. Менің өзімнің көзқарасыммен финалға Арсенал мен Бавария финалға шығады. Сөйтіп жеңімпазды сол екі команда арасынан анықтайтын сияқтымыз. Арсенал, Бавария, менің ойымша финал. Сіздің ойыңызша финалға кім шығады? Өз ойыңызды комментарийге патырлатып жаза кетіңіз. Жеребе енді әдемі сәтті түсті. Сондықтан да қызықтың көкесі әлі алда. Енді ерсін бұлар қашан ойнайды? Соны айтпадың ғой десеңіздер, 17-ші ақпан күні 22:45-те Галатасарай Ювентус матчы басталады. Сосын түнде Бенфика Реал ойнайды сол күні, түнгі сағат 1-де Боруссия Аталанта, сосын Монако ПСЖ ойнайды. Келесі күні, среда күні 20:45-те 18-ші ақпан күні Қарабақ Ньюкасл, Брюгге Атлетико, Будегулем Интер, Олимпиакос Байер. Сөйтіп келесі қарымта ойындар 24-ші ақпан күні өтеді. 24-25-ші ақпан күндері өтеді. Сөйтіп әрі қарай кете береді. Бәрі ғазон айтсам есіңізде сақтамайсыз. Лучше мен видеоларын көріп отырыңыз, мен сізге нормально дәңгәлін айтып отырам. Осындай жағдай. Менің айтқым келгені осы. Чемпиондар лигасы, жеребе, соңғы тур, біраз енді Реалға байланысты сұрақтар туындады. Сондықтан да Реал не істесе де маған бәрібір негізі. Мен фонтимда Реалдың фанаты болып қалам. Мына жерде мен Реалдың фанаты емеспін. Фонтимда неге Реалдың фанатымын? Өйткені Олжас Барселонаның фанаты. Барселонаның фанатына мен Челсидің фанаты болып, либо Ливерпульдің фанаты ретінде тиіспеймін ғой. Сондықтан да мен ол жаққа барып маска киіп аламын. Сол Винисиустың маскасын таба алмай жүрмін. Тауып беріңіздер, көмектесіңіздер. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар. Жұрттың балалары 30-ға жетіпті. Қай жерімізге ағалар, бауырлар, інілер. Тіркеліңіздер, лайк басыңыз, коммент жазыңыз, достарыңызға таратыңыз. Үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Бұл спорт ерсін еріппен. Бұл спорт сіздер